Бокстан Қазақстан құрамасының бас бапкері Қайрат Сатчанов өз еркімен қызметінен кетті. Бақыт Сәрсекбаев Қазақстан жастар құрамасының жаттықтырушысы атанды. Ал Жәнібек Әлімханұлының допинг сынамасының Б пробасы ашылды. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, Руслан Бақытжанның спорт жаңалықтары YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бізде жаңа шығарылым, талқылайтын тақырыбымыз бокс. Ендеше арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа жыл басталып кетсе де, достарымыз әлі де болса жаңа жылдық сыйлықтарын таратып жатыр. Ендеше сілтеме арқылы өтіп, тіркеліп, өз сыйлықтарыңызды алып кетіңіздер. Қадірменді көрермен, бүгін Қазақстан бокс федерациясы осындай ресми хабарлама жасады. Бокстан Қазақстан құрамасының бас бапкері қызметін атқарған Қайрат Сатчанов мырза өз еркімен қызметінен кетті. Бұл турасында бапкер өзінің жалпы бокс федерациясының ресми Instagram парақшасында және барлық ресми аккаунттарында хабарлама жасады мәлімдеме. Сонымен қатар бокс федерациясында ауыс-түйістер болып жатыр екен. Осыған байланысты Дархан Қызайбаев Қазақстан бокс федерациясының бірінші вице-президенті қызметіне тағайындалғандығында айта кетейік. Дархан Еркінұлы осыған дейін 2024 жылдың ақпан айынан бастап Қазақстан бокс федерациясында халықаралық қатынастар жөніндегі вице-президенті қызметін атқарып келген. Бұдан былай Дархан Еркінұлы федерацияның ішкі және сыртқы шаруаларына, құрамалар және тағайындауларға жауап береді делінген. Осыған байланысты жаңа маман қызметіне жаңадан тағайындалған Дархан Қызайбаев мырза бас бапкер Қайрат Сатчановтың қызметінен кетуіне байланысты мәлімдеме жасады. Алдымен сол мәлімдемені қарап шығайық. Өздеріңізге белгілі 2024 жылғы Париж Олимпиадасынан кейін құраманың бапкерлер түбегейлі ауысқан еді. Сол кезде 35 жыл тәжірибесі бар Қазақстан боксына еңбегі зор, орасан зор Қайрат Сатчанов ағамызды бас бапкер ретінде тағайындап едік. Осы аралықта атқарылған еңбек өте зор, бірнеше халықаралық деңгейдегі, бірнеше ресми деңгейдегі турнирлерде Қайрат Сатчанов бастаған жігіттеріміз командалық есепте топ жарып, жақсы өнер көрсетіп, жақсы нәтижелерге қол жеткіздік. Енді бүгін өкінішке орай Қайрат Сатчанов ағамыздың бұдан былай бас бапкер болмайтынын айтқым келеді. Біріншіден әрине денсаулығына байланысты Қайрат ағамыз бұдан былай бүгін спорт саласында, басқа спорт саласында жұмыс істеуге еңбек жолын жалғастырады. Әрине Қайрат Сатчанов ағамызға біріншіден федерация атынан, бүкіл қазақ халқының атынан, бүкіл спорт сүйер жанкүйерлер қауымының атынан, бапкерлер атынан алғысымызды білдіргіміз келеді. Осы аралықта қосқан үлесі, қазақ боксының дамуына қосқан үлесі өте орасан зор. Біз оны бағалаймыз. Әрине әрқашанда Қайрат Сатчанов ағамызға тек қана жақсылық тілейміз. Болашақта әлі алар асуы, басар белесі көп болады деп сенеміз, және де басқа да спортшылар мен басқа да чемпиондарды жасақтап шығаратынына кәміл сенеміз. Бүгіннен бастап көптеген мамандармен, басшылармен ақылдаса отырып, біз Нұржан Насановты ұлттық құраманың бас бапкері ретінде тағайындап отырмыз. Әрине бұл өте оңай шешім емес, қиын шешім. Енді бүгіннен бастап Нұржан Насановтың құрамасына тек қана сәттілік дейміз. Өздеріңіз білетіндей Олимпиадаға 2 жыл уақыт қалды. Осы 2 жылда бас бапкердің басты мақсаты сол Олимпиадада жақсы нәтижеге жету. Әрине біз федерация тарапынан жаңа бапкерлер құрамында өз тарапымыздан қандай көмек керек болса, бүкіл көмекті дайындауға, бүкіл көмекті беруге дайынбыз. Ардақты ағайын, мәлімдемені қарап шықтыңыздар. Енді осыған байланысты ұлттық құраманың тізгінін осыған дейін ұстап келген Қайрат Сатчанов мырза да ресми мәлімдеме жасады. Бас бапкердің қазір пікірін бірге қарап шығайық. 2024 жылы тамыз айында бауырымыз Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мұталип Қазақстан бокс ұлттық құрамасының тізгінін алыңыз деп шақырды. Содан бері міне 1,5 жыл бірге жұмыс атқардық. Қолдан келген біліктілігімізді, көп жылдық тәжірибемізді салып жұмыс атқардық. Сол жылдар арасында өте үлкен жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Былтыр үлкен жарыстарда қаңтардан бастап Испанияда өткен жарыстарда бірінші орын алдық. Ақпан айында Болгарияда өткен Странжы турнирінде командалық есепте бірінші орын алдық. Бұл Странжы турнирінде Қазақстан егемендік алғалы 2 алтын ғана алған екен. Біз осы турнирде 5 алтын алып, командалық есепте бірінші орын алдық. Одан бөлек Сербияда өткен жарыста халықаралық турнирде бірінші орын алдық командалық. Нидерландыда Эйндховенде өткен жарыста командалық есепте бірінші орын алдық. Қазақстанда әлем кубогында
командалық есепте бірінші орын алдық. Енді ең үлкен осындай жеткен жетістігіміз ол футбол мен бокстың отаны Англияда өткен әлем чемпионатында Ливерпульда тарихқа кіріп, осы Қазақстан ұлттық құрамасы ұлдар, қыздар бірігіп 7 алтын медаль алып тарихқа кірдік. Сол жарыста біздің Ташкенбай Санжар мен Сабырхан Махмуд 2 дүркін әлем чемпионаты аталды. Бір семьядан 2 Сабырхан Махмуд пен Төрехан әлем чемпионы атанды. Ауыр салмақ дәрежесінде плюс 90 кг салмақ дәрежесінде Оралбай Айбек те тарихқа кірді, әлем чемпионы атанды. Одан кейін өткен әлем чемпионаты ИБА чемпионатында да біз бауырларымыз 3 алтын алып, командалық есепте Ресейден кейін 2-ші орын алдық. Өте осындай жақсы жыл болды деп ойлаймын. Енді келесі жыл, биылғы жыл 26 жыл жауапты жыл. Қазір наурыз айында Азия чемпионаты өтеді. Содан кейін әлем кубогының кезеңдері бар, 1-ші, 2-ші, 3-ші кезеңдері бар. Енді ең үлкен жарысымыз ол сентябрь қыркүйек айында өтетін Азия ойындарында. Азия ойындары Алла қаласа жәнегі бауырларымыз сол жарыста алтыннан алқа тағып командалық есепте 1-ші орын алады деген ойдамын. Бауырларыма сенемін. Әрине, жалпы бас бапкерді қызметіне тағайындау, қызметінен кетіру деген жұмыстар бұл бокс федерациясының жеке құзырында. Бұл турасында енді айтайын дегенім, көптеген көрермен қауым, жанкүйер қауым, елімізде боксты жақсы көреді ғой. Көпшіліктің енді пікірі екіге бөлініп жатыр. Түсінбей қалды. Мысалға, өйткені Қайрат Сатжанов мырза өткен жылы, яғни 2024 жылы қызметіне тағайындалған кезде келесі олимпиадалық циклға дейін, келесі олимпиадалық ойындарына дейін 4 жыл кем дегенде жұмыс істейді деп айтылған болатын. Сонымен қатар бас бапкерге де талаптар қойылды, яғни бас бапкердің жеке өз төл шәкірті болмау керек ұлттық құрамада дегенде талаптар қойылған. Ашық түрде, яғни ешқандай шәкіртті ешқандай жарысқа алып бармайды делінді. Және Қайрат Сатжановты жаңа өздеріңіз тыңдадыңыздар. Осы айналдырған 1,5 жылдың ішінде қандай жалпы жарыстар бар, сол жарыстардың барлығында Қазақстан құрамасы алғашқы үштікте болды. Өткен жылы тіпті Ливерпуль төріндегі әлем чемпионатында қыздар және ерлеріміз бірігіп жалпы командалық есепте көш бастады. Дубайда өткен IBA аясындағы әлем чемпионатында Ресейден кейін біз 2-ші орын алдық деген сияқты 3 алтын болды қоржында. Қандай жарыстар бар? Одан бөлек World Boxing ұйымының ұйымдастыруымен өткен жалпы әлем кубогының кезеңдерінде де Қазақстан құрамасының боксшылары тамаша нәтиже көрсетті. Бірақ соған қарамастан денсаулығына байланысты қызметінен кетті деген хабарламаны біз бүгін енді естіп отырмыз. Бір жағынан өз басым енді сенбей отырмын. Көптеген жанкүйерлер секілді, өйткені бокс федерациясының әлеуметтік парақшаларындағы әр посттың астындағы комментарийлерді өздеріңіз де оқып біліп отырсыздар, жаздыңыздар, біразыңызды. Не себепті Қайрат Сатжанов қызметінен кетеді, демек бір себеп болды деген сияқты. Денсаулығына байланысты деп айтайын десеңіз, Қайрат мырза осыған дейін, енді осыдан кейін жалпы бас бапкердің жалпы кеңесшісі боламын, сонымен қатар басқа да қызметте боламын деп айтып қалды ғой. Бұл жерде енді біз білмейтін бір дүние бар секілді. Не болса да әйтеуір оңынан болсын деп тілейік қадірменді көрермен, өйткені Қайрат Сатжанов өзінің мықты бапкер екендігін көрсетті. Әдетте бапкерлерді нәтижесі төмен болған кезде қызметінен қуады, білесіздер. Бірақ Қайрат Сатжановқа осы нәтижесіне, жұмысына қарап ешқандай да әңгіме айтуға болмайды. Ешкімнің ешқандай әңгімесі жоқ. Негізінен бірақ бір себеп бар. Бірақ деп айта береміз. Енді не болса да Қайрат мырзаға біз тек қана алғыс айтамыз. Еңбегі сіңді, 35 жылдан астам жаттықтырушылық қызметте, осыған дейін жастар құрамасымен жұмыс істеген, осының алдында Қазақстан құрамасында бас бапкер болды. Токио олимпиадасынан кейін білесіздер, Сербиядағы әлем чемпионатына бірден алып барып, біздің жігіттеріміз алтын алып келген еді, Сәкен Бибосыновтардың алтын алған сәтінде. Ал енді бас бапкердің қызметі Нұржан Насанов деген біздің Қазақстандағы жас мамандардың біріне беріліп отыр. Бұл мүмкіндік. Нұржан Насанов енді Қазақстан ерлер құрамасының бас бапкері қызметіне тағайындалды. Бокс федерациясының берген мәліметі бойынша Нұржан Нишанұлы Насанов мырза 1975 жылы дүниеге келген, 2016 жылы жаттықтырушы мансабын бастаған, яғни биыл 10 жыл болып қалды. 2024 жылы тамыз айынан ұлттық құраманың жаттықтырушысы, яғни Қайрат Сатжановтың
бапкерлік штабында болған осыған дейін. 2 дүркін әлем чемпионы Санжар Ташкенбай және тағы да басқа боксшыларды тәрбиелеп шығарған. Мінекей, Санжар Ташкенбайды біз өте жақсы білеміз. Ташкент төрінде, Ливерпуль төрінде қандай нәтиже көрсеткендігін білесіздер. Сондай мінекей талантты боксшыны тәрбиелеп шығарған жас бапкер. Енді мен де жаттықтырушылармен байланысып хабарласып көрдім. Бас бапкер туралы, жаңадан тағайындалған бас бапкер туралы өте жақсы пікірлер айтып жатыр. Өте талапшыл, өте мықты бапкер дейді. Бұйырса, енді мінекей Нұржан мырза Қазақстан құрамасының бас бапкері міндетін атқарады. Ендеше жаңадан қызметіне тағайындалған бас бапкер Нұржан Асанов мырза да өзінің алғашқы пікірін беріп үлгерді, және бас бапкердің айтуынша енді осыған дейін ұлттық құрамада сақталған тәртіпті ары қарай жалғастыру, дисциплинаны және биылғы 2026 жылғы жоспарлармен бөліскен еді. Ендеше жаңа бапкердің пікірін қарап шығайық. Құрметті бокс сүйер қауым, спортшылар және бокс мамандары. Мен үшін бүгін үлкен жауапкершілік артылған күн. Қазақстан бокс федерациясы мен Қазақстан Республика туризм және спорт министрлігі шешімімен маған ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы қызметі тапсырылып отыр. Бұл мақтанатын емес, үлкен жүк артылатын шақ. Қазақстан өзіндік бокс мектебі қалаптасқан дәстүрі бар мемлекет. Менде осы салада 10 жылдан аса еңбектеніп келемін. Басты ұстанымдардың бірі құрамада тәртіп пен ауызбіршілікті сақтау. Жаттығу жүйесінде заманауи методикалар қолдану. 2026 жылы жазғы Азия ойындары күтіп отыр. Осы біріншілікте нәтижелі өнер көрсетіп, ары қарай еліміздегі әлем чемпионаты, олимпиада ойындарына нық қадам басу алғы шарттардың бірі. Маған артылған сенім үшін алғыс айтамын. Алдағы уақытта Қазақстан боксының жарқын жеңістеріне бірге жетеміз деп сенемін. Бокстан олимпиада чемпионы Бақыт Сәрсекбаев осыған дейін Қазақстанның 2024 жылдың соңында U22 деген құрама командасы құрылған. Сол команданың жаттықтырушысы атанған еді, білесіздер. Енді сол U22 деген құрам жойылған екен. Осыған байланысты Бақыт Сәрсекбаев сол Қазақстан жастар құрамасының аға жаттықтырушысы қызметіне тағайындалды. Енді жалпақ тілмен айтқанда Қазақстан жастар құрамасының бас бапкері міндетін атқаратын болды. Сол құрам, сол жігіттер, оларды енді өсіп қалды деген сияқты, және Бақыт Сәрсекбаев өзінің өте мықты жаттықтырушы екендігін көрсетті. Осыған дейін Вьетнамда да жұмыс істеп келгендігін жақсы білесіздер, және сондай мықты бапкерді неге біз шетелге жібереміз деп біраз шу болған кезде халық арасында бокс федерациясы бірден реакция білдіріп, сол біздің олимпиада чемпионымызға керемет жұмыс тауып берді, жаттықтырушы болыңыз, келіңіз деді, және U22 командасымен Бақыт Сәрсекбаев ағамыз біраз белестерді бағындырды. Азия аймағында, әлем чемпионаттарында деген сияқты. Ал енді Бақыт Сәрсекбаев енді ақырындап бұйырса жүйелі түрде келе жатыр. Бұйырса Бақыт ағамызға да біз тек қана сәттілік тілейміз. Еліміздегі білікті мамандардың бірі. Өзде олимп шыңын бағындырған, сондықтан да мықты бапкер ретінде жаңа қызметінде жаңа белестерді бағындырсын деп тілейік. Бұйырса енді күндердің күнінде Бақыт Сәрсекбаев та Қазақстан құрамасының бас бапкері қызметіне келу әбден мүмкін. Бұйырса ол күнде көріп қалармыз қадірмен көрермен. Ал 8 қаңтарда кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлының допинг сынамасының Б пробасы алынды. Бұл енді екінші сынамасы, жақсы білесіздер. Осыған байланысты енді әзірге халықаралық кәсіпқой бокс федерациясынан ешқандай ресми мәлімдеме шыққан жоқ, бірақ осыған байланысты боксшының менеджері Берік Сұлтан жалпы өз пікірін білдірді. Екінші сынама бүгін Америкада ашылды, яғни 8 қаңтарда ашылған, барлығы талаптарға сай өтті. Біздің команда өкілдері пломбалардың ашылуына тікелей қатысты, процестің заңды ашық өткені растады. Қазір сынама зертханаға жөнелтілді, енді ресми қорытындыны күтіп отырмыз. Нәтиженің қашан дайын болатыны нақты айтылған жоқ, деді Берік Сұлтан. Менеджердің сөзінше, Жәнібек Әлімханның командасы спортшының таза екеніне толық сенімді. Жанкүйерлер Жәнібектің тыйым салынған препараттарды қолданбайтынына сенеді. Өзімізде таза спортты насихаттаймыз. Көптеген жас боксшылар Жәнібекті үлгі тұтады.
ол кәсіби спорттың не екенін жақсы білетін, 7 жылдан бері кәсіпқой рингте жүрген чемпион, қандай дәрумен қабылдап, қайсысын қабылдауға болмайтынын нақты біледі деп жазды. Жалпы Берік Сұлтанның сөзінше, команда ешқашан допинг қолданбаған және болашақта да бұл қағидаттан айнымайды. Біз не ішуге болады, не ішуге болмайтынын жақсы білеміз. Бұрында қолданған жоқпыз, қазір де алдағы уақытта да қолданбаймыз деп түйіндеді менеджер өзінің пікірінде. Білесіздер, осының алдында Жәнібек Әлімханұлының допинг сынамасынан тыйым салынған зат анықталғаны туралы ақпарат тараған болатын. Осыған байланысты қазақстандық боксшының WBA чемпионы кубалық Эрисланди Ларамен жекпе-жегі өтпей қалды. Және сол өтпей қалғаннан кейін Жәнібек Әлімханұлының командасы жалпы Б пробасын ашыңыздар, біз тазамыз деп жариялаған болатын. Бұл жағдай желтоқсан айының алғашқы аптасында болды. Енді 8 қаңтарда ашылады деді, ашылды, Жәнібектің командасы болған. Енді Б пробасы ашылғанмен, енді оның ішінде нақты допинг бар ма, жоқ па, мелдоний бар ма, жоқ па, бұл турасында ақпарат шыққан жоқ. Тағатсына күтіп отырмыз ақштан жаңалықтарды. Біз де Жәнібекке тек қана сәттілік дейміз, біз қолдаушымыз. Жәнібектен біз ешқандай да бір допинг қолданды деп сенбейміз, бірақ нақты шешімді шығаратын сол допинг орталығы санаулы күндерде бұл жаңалықта шығып қалады деген ойдамыз. Қадірменді көрермен, осылайша бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Қазақстан бокс федерациясы осындай күтпеген ресми мәлімдеме жасады. Енді оңынан болсын дейік, әрине Олимпиада ойындарына дейін әлі біршама уақыт бар. Бұйырса, енді 2 жылдың ішінде біздің жаңа бапкерлік штаб боксшыларымыз Олимпиада ойындарына жақсылап дайындалып, Лос-Анджелес төрінде құрама қоржынына алтын алып келеді деген ойдамыз. Ендеше видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, тіркеліңіздер. Жалпы бас бапкердің қызметінен алынып кеткені, жаңа бапкердің келгені қаншалықты оң әсерін береді, немесе сол әсерін береді, осы турасында өз пікірлеріңізді қалдырсаңыз мархабат.